Атеисттер мен бұл агностиктер дегеніміз кімдер? Бұлардың айырмашылығы қандай? Махаббатты алып келіп берсе сен алып келіп бере аласың ба? Әкеле алмаймыз. Онда сен бұны Бірақ көрумен бекіте алмайсың. Сен егер агностик болсаң, агностиктар не көреміз, не материалды, сол бар. Атеисттер де примерно сол. Не бар, не материалды қолға ұсталады, көрінеді, сезіледі, сол ғана бар дейді. Атеистермен диалог жүргізу кезінде қандай тәсілдерді қолданамыз? Сен енді қазір ақылдың құжат емес дегендігін, сен ақылмен дәлел алып келіп тұрсың да маған. Екі бұйыңның біреусі орындайды. Либо сен қазір айтқан сөзің дәлел емес, өйткені сен ақылды мойындамайсың, сен ақылмен жасап тұрсың. Либо сенің сөзің дұрыс болатын болса, ондай болатын болса, сен ақылды құжат деп қабылдап тұрсың да. Енді мына шәкәрім туралы сұрамасақ болмайды. Шәкәрім танушысыз, бұл кісінің қажылығын сосын айтып беріңізші бізге. Баяғыда ағам абай айтқан еді. Шәкәрімді мен қажылыққа жіберіп тұрып оқытпасам астан деп айтқан еді. Енді абайдың ойы қайтыс болғанда қынжылып тұр ғой. Мен абайдың айтқанын істеп беруім керек деп. Ана бір істеуім керек деп тұр ғой, короче. Мысалы мынау қазір таза атеисттер мен оларды енді орнына келтірдіңіз. Бірақ енді сондайға кетуге ықпалданып жүрген сенімсіз адамдарға қалай түсіндіреміз? Дінді оған кетіп қалмау үшін, иә? То есть ақылы тұрғыда, логикалық тұрғыда Алланы қалай табады екеніміз соны түсіндіріп беру керек. Адамдарға соны түсіндіру керек бірінші. Неге? Өйткені атеист келіп ертеңгісін бір логикалық бір әңгіме айтқан кезде, анау уже логикамен ақылмен бекітіп алған ғой. Өзіне әңгіме айтып беретін еді. Негізі былай. Атеистердің сұрақтары немесе сынына ислам қалай жауап береді? Негізі мен айтар едім, атеисттер білімсіз. Негізі енді олар қазір стереотип қалыптасқан ғой, мұсылмандар наданды, атеисттер ғылымға жақын деп. Негізі атеисттер білімсіздер. Өйткені егер Алланы табу үшін ақыл қойылған десек, енді Алланы таппай тұрса ақылдар болмай тұр да енді, нұреке былай келгенде ше, ақылсыз болып тұр да енді. Мынау атеист бар ғой, осы атеисттер деп жатырмыз енді. Бұлар Аллаға сенбесе де, мынау діни рәсімдерге қатыса ала ма? Кімде-кім арабтардың затын дұрыс деп айтатын болса, бұл араб үшін қызмет қылып жатыр деп айтатын болса, сен автоматически шәкәрімді араб құл деп тұрсың. Абайды араб құл деп тұрсың. Бұл не деген сұмдық та? Сен даже президентімізді араб құл деп тұрсың ғой, былай деген да. Арабқа қызмет, бұл үлкен нәрсе ғой артында тұрған да, ол білмей тұр не істеп тұрған. Осы нанымдардан жаңа атеист болсын, басқа болсын, жастарды қалай қорғаймыз? Білім. Мен жаңа айтып отырмын ғой, әркім өзінің сенімін, ақидасын біліммен берсін. Алланы қалай тануымыз керек? Мына әлемді білімсіз біреу жарату мүмкін ба? Иә, онда Алла білімді. Енді мына әлемді құдіреті жоқ бірде жарату мүмкін ба? Құдіретті. Мына әлемді бір өмір жоқ, өліп қалған зат жарату мүмкін ба? Өмір бар. Тура осы сипаттармен танимыз. Құрмет қажы, 30 секунд уақытыңызды алайыншы. Мен қажылық және умра саласында бірнеше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан маман Нұрбол Қожабай. Мен Нұр Мүбарак университетін исламтанушылық мамандығын бітіргенмін. Енді сіз менің жетекшілігіммен қажылыққа немесе умраға барғыңыз келсе, онда төмендегі телеграм арнамызға өтіп, сол жерден сұрағыңызға жауап таба аласыз. Және сол телеграм арнамызға қажылық және умра дәрістер топтамасын жүктеп қойғанбыз. Тіркеліп алыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көрермендер, қажылар. Бүгінгі сұхбатымыз өте бір ерекше болмақ. Жаңа сұхбат Нұрбол Қожабай арнасында. Бүгін бізде қонақта елімізге танымал PhD доктор Нұржан Смағұл ұстазымыз. Қош келіпсіз, ұстаз. Қош келдік. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Нұржан ұстазымыз қазіргі таңда Нұр Мүбарак университетінде ұстаз, PhD докторлығын қорғаған. Білесіздер, біз арнамызға жай адамдарды шақырмаймыз, өңшең оқыған, тоқыған, білімді азаматтарды шақырамыз. Неге? Өйткені сіздердің білімдеріңізді арттыру мақсатында. Ұстазымыз және де ақида маманы, усул фиқ маманы, өте жоғарғы деңгейдегі ұстаздарымыздың бірі. Қош келіпсіз, ұстаз. Бүгін енді сізбен қазір енді шынын айтқанда атеисттер туралы ең бірінші қозғаған өзіңізсіз. Мен сұхбаттарыңыздың бәрін үзбей қарап жүрміз. Соларға елімізде жауап беріп, төтеп жүрген, шыдап жүрген, сабырлық танытып жүрген өзіңіз. Алла нұрыңызды жүзіңізден алмасын. Ұстаз, енді біз енді кішігірім тақырып қойдық, өзімізді солай жүйелейміз. Негізгі бағыт бізде қажылық арнасы, басқа тақырыптарды ұштастырамыз. Біз енді мынау атеисттер мен агностиктер кімдер? Және ислам оларға қалай қарайды?
олардың қазіргі таңда қасиетті болған әл-харам мешітіндегі қағбамызға неше бір түрлі сөздер айтып жүргенін көріп жүрміз. Міне осындай бір тақырып таңдадық. Енді бүгін біз осы атеисттер кімдер деген тақырыпқа кірмес бұрын кіріспер едім ақида мамансыз Алланы қалай тануымыз керек? Мысалы, олардың негізгі сұрағы Алла қайда? Дәл қазір не істеп жатыр? Ол қандай? Кімге ұқсайды? Міне соны олар таба алмағандықтан солай кетіп жүрген сияқты. Осы бір Алла қайда деген сұраққа бір жауап берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізі Нұреке, бұл сұрақтың жауабы біраз кең ашылу үшін біраз жауап береді. Бір сағат болсаң кету керек та негізі. Өйткені жан жақты түсіндіретін болсаңыз, ол Алланы қалай табылады, ол ақылмен табыла ма, ол Құранмен табыла ма, біреу жеткізу керек па деген сұрақтар көп та ішінде. Бірақ мен саған мынандай жолмен түсіндіріп берейінші, бұл басқа жерде айтпаған нәрседен айтайын, Мына негізі жалпы мына физика бар ғой, физика заңы. Мына бір қағида бекітілетін да, сол қағида өзгеріп отыратын да. Бір қағида бекітілетін, өзгеріп отыратын. Шатаспасам, бірінші қағида мына логиктар, ең бірінші логиктар, пока тәжірибе жасайтын аппараттар дамымай тұрғанда, мына Эйнштейндердің замандарындағы келген көптеген аппараттар шыға бастады ғой, мысалы. Ол болмай тұрған кезде алғашқы логиктар, мына Аристотельдер әлемге жалпы сурет берген. Сол кезде айтқан әрбір зат, бойшым айтқанда, егер бір затқа бір нәрсе әсер етсе, ол қозғалады деген. Ал әсер етпесе, ол тыныштықта болады деген. То есть әсер ету оның қозғалысын алып береді, әсер етпеу тыныштықта тұра береді деген. Содан кейін ол заман өтеді да, анау Ньютонға дейін жалғасады. Сол Ньютонның заманы келеді деп айтады. Оның алдында егер бір нәрсе әсер етсе, қозғалады, әсер етпесе тыныштықта ғой. Ньютон тұрады да, жоқ. Әсер етсе қозғалады дұрыс дейді. Әсер етпесе тыныштық деген дұрыс емес. Тыныштықта болу үшін әсер етіп тұру керек бір нәрсе дейді. То есть тыныштықта бір күшті талап етеді дейді. Осы кезде бұл сам по себе былай қарасаң, әсер ету және әсер етілген зат деген нәрсені түсіндіріледі. То есть бір нәрсеге әсер етіп тұрады деген. Бұл мына философияда детерминизм деген түсінік бар. Детерминизм дегеніміз бұл былайша айтқанда таңдаусыз себепшілдік қой. Мысалы, сағат бар ма Нұреке? Кейбір сағаттарды болсын, мында ашсаң, стикулосы көріп қойғанда, бірақ механизм істеп тұрады ғой, чик-чик-чик, бір-біріне істеп, чик-чик-чик, бәрі-біріне әсер етіп тұрады да, бірақ мақсат жоқ. Детерминизм деген сол таңдаусыз, бәрі-бірімен әлем механизм ғой, үлкен механизм, который біреуді талап етпейді бұл әлемді жүргізіп отыруды. Бәрі өзімен өзі чик-чик-чик-чик-чик-чик, эволюция ғой, короче. Дұрысын ба? Чөкі кете береді дейді да бұл. Соң ары қарай заң дамиды, Эйнштейннің заманы келеді да, Эйнштейн тұрады да, біз айтқандай емес екен, өзгеріс осы жерде болады. Өзі оқиғалы өзгерістер солай болып жатқан физикада ше. Ол тұрады да, оказывается, біреу әсер етеді, біреу әсер етпейді, бір механический деген әңгіменің бәрі бос әңгіме екен, негізі теория относительности дейді да. Теория относительности дегеніміз әрбір зат өзіне байланысты әртүрлі күйде болады. То есть бір ереже қоя алмайды екенсің дейді. Мысалы, ол кісі сөйтіп айтады. Сен пойыздың ішінде кетіп баратсаң, Нұреке, пойыз 100-мен кетіп баратса. Сен оның ішінде 10-мен кетіп баратсың. Пойыздың ішінде ше. Мен сырттағы адамым да, мен қазір пойызға қарасам қанша кетіп баратыр? 100-мен. 100-мен ғой. Енді, сен негізі қаншамен кетіп баратсың? Маған сен пойыздың ішінде сен қаншамен кетіп баратсың? 10-мен. 110-мен, дұрыс па? Пойыз 100-мен, сен 110-мен. Бірақ сен қаншамен кетіп баратсың өзің? Өзіңе 10-мен да. То есть қарасаң, жан жақтан қарасаң дейді, әртүрлі бәрі бір ақиқат дейді, бір әртүрлі нәрсе болып жатыр дейді. Сен ана байқайсың ана машинаның ішінде кетіп баратсаң, өзің 180 болып баратсаң, шыбын алға, артқа ұшып жүреді, өзі 180-мен кетіп баратсың сен. Шыбын қонып жүреді да. Ол қалай ұшу керек? Ол қазір ол шыбын 180-мен кетіп баратыр керек та. И одан кейін тағы да алдыға артқа жүру үшін тағы да 5-пен жүру керек та ол үшін. Бірақ ол шыбын оны түсінбейді оны. Демек осы жерде ғалымдарымыз айта бастайды да. Эйнштейннің осы мақала шыққаннан кейін теория относительности сол кезде көптеген сол кездегі құдай жоқ деген физиктер естіп мақала жазады. Эйнштейн, не істедің?
құрттың ғой сен деп тұрып шығарады. Басқа елдің физиктары бар ғой, құрттың ғой деп жаза бастайды. Неге құрттың ғой деген кезде, сен қазір бұның алдында құдайсыз ақ әлемнің даму идеясын құрттың ғой. Қазір получается әрбір нәрсе әртүрлі болатын болса, онда біреу болып отыр, который мынаны былай қылады, мынаны былай қылады, мынаны. То есть бір жалпы ереже істемей қалды дейді да. И көптеген ғалымдар жаза бастайды. Эйнштейн сен бәрін құрттың дейді. И сол бір ғалымның атын ұмытып отырмын, жазады да, жазып келген Эйнштейн сен бәрін құрттың ғой дейді да. Асты жағында естіп айтады. Ей, білмеймін мен сен кім екеніңді. Сен басқарып отқан әлемді, мен танымаймын сен кім екеніңді. Бірақ мен лично айта аламын, сен нағыз строитель екесің. Сен нағыз инженер екесің. Сен нағыз ғалым екесің деп естіп айта бастайды. Эйнштейн емес, болса мақаланың ішінде өзі отырып жатыр ғой, енді Эйнштейн как будто әлемді басқарып деген нәрсені әкеп тұр ғой енді примерно. Енді анау онда кім басқарып жатқанын білмей тұр ғой, ол айтып отыр да, біз әлемнің ішінде қазір кім басқарғанын білмей тұрық, бірақ біз оны просто мына амалдарына қарап айта аламыз. Саған қарады да, мынау негізі действительно маман екен деді да, ғалым. Өйткені сен сияқты жаратылыс жарату үшін ілім керек қой ол. Ғалым деп біреуге сөйлеп отыр да ол. Мен білмеймін сен кім екеніңді. Құрылысшы, пәленше деп осы жерде байқасаң, Нұреке, ол Алланы немен атай бастады? Сифаттармен. Сен маған айтып жатсың ғой, біз не Алланы қалай танымыз керек деп. Нұреке, Алла сипаттармен танылады болды. Ол сипаттар, неге сипаттармен? Неге біз қолмен, неге біз қол деген нәрсе, сен қолы бар десең, демек оны сен көргесің деп сөз Алланы. Сен Алланы көресің ба? Көрмейсің. Сен көрмеген себептен ғана оны білімді, құдіретті көрінбейді ол. Ал егер сен оны айтатын болсаң, қолы бар деп, демек сен көрінеді ол Алла деген сөз дейді. Бұл жерде мынандай идея шығып кетеді. Бұл жерде қолы бар, аспанда бар деген нәрсені айтылмайды. Почему? Потому что Алла Тағала білінбейді, көрінбейді, ол ғайып деп аталады шариғатта. Сондықтан да айтпағым, сен егер сұрағың болатын болса, біз Алланы қалай танимыз десең, мына дүниедегі бүкіл барлық нәрсе Алланың жаратылысы ма? Алланың жаратылысына қарап, біз оны кім екенін танимыз. Мәселен, мына әлемді білімсіз біреу жарату мүмкін ба? Мүмкін емес. Иә, онда Алла білімді. Енді мына әлемді құдіреті жоқ бірде жарату мүмкін ба? Құдіретті. Мына әлемді бір өмір жоқ, өліп қалған зат жарату мүмкін ба? Өмір бар. Тура осы сипаттармен танимыз. Енді мен саған айтайын, бүгінгі таңда қазір бір қарайсың ба, стереотип қалыптасқан адамдарда. Мұсылман адам бұл надан адам деген. Ғылымға қайшы деп шығып жатыр ғой қазір. Өйткені сен қазір мұсылманға шынымен де өзіміз кінәліміз. Сен қазір бір мұсылманға барып, Алланың бар екен қалай дәлелдейсің? Құранды айтты ғой болды дейді. Сен ақылмен қалай дәлелдейсің? Зачем ақыл? Құран айтты ғой болды. То есть анау қара наным сенімді. Енді бізде шариғатта тақлиди иман деген бар. Тақлиди иман деген сол мынандай нәрсе. Сен мұсылмансың ба десең, я мұсылманмын. Неге десе, өйткені папам мамам мұсылман болды. Папам мамам айтты ғой мұсылманмын, мен мұсылманмын дейді. Бұл тақлиди иман болып есептелгенмен де шариғатта харам. Неге деген кезде, өйткені сен өзіңнің Алла бар, және оның сипаттары бар екенін ақылмен білу міндет саған. Міндет та. Енді сен оны ақылмен бекітпесең, онда сен күнде харам жасап жүрсің дейді. Енді әңгіме мынада, бұл не үшін керек болды десеңіз, Нұреке, егер болса шариғаттың талабын әрбір адам орындап жүргенде, қазір анау араннан келген, мыннан келген қаңқып келген атеистер любой мұсылманды келіп шығара алмайтын еді да дінінен. Қазір неге шығып жатыр кейбір мұсылмандар? Өзінің ақидасын логикалық ақылмен бекітілмеген, да? Шариғаттың талабы жоқ. Сондықтан да мен айтар едім, егер сен Алланы қалай танимыз десең, бұл Алланың сипаттарымен танимыз. Алланы немен танимыз десең, бұл ақылмен танимыз, Нұреке. Ол жауап осы. Рахмет, өте керемет жауап. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Мынау енді атеистер мен бұл агностиктер дегеніміз кімдер? Бұлардың айырмашылығы қандай? Жалпы бұл атеиз ұғымы қай жылдан бері бар? Немесе бұрынғы ағымдардың бұл қалған қалдықтары ма? Екеуінің айырмашылығы қандай? Агностик. Теизм дейді, теизм. Атеизм дейді да? Теизм, атеизм дейді. Теизм дегеніміз бұл бір сенімнің болуы. Сенімнің болуы. Атеизм дегеніміз бұл сенімсіздік, сенбейтін. Агностик дегеніміз бұл тоже. Агностик мына ақидадан сұрасаң, мысалы мына айтады,
әрбір заттың ақиқаты бар дейді. Иә. Ол ақиқатты білуге болады шар жолмен дейді. Мгм. Бұл хабар мутаватир дейді. Хабар мутаватир емес, ана көп хабардың келуі. Мысалы мен сізге айтамын, Нұреке, Лондон бар ма деймін. Мгм. Бар ма? Бар. Барып келдің бе? Мгм. Көрген жоқсың, Иә. Қалай 100% бар деп тұрсың. Мм. Не себеп? Көп хабардың келуі сенің ақылың тауып тұр. Мм. Точно бар ол деп тұр да ол. Екінші жол бұл хауасул хомса, эмпирикалық жолдар дейді да. Бұл қалай? Көру, дәм сезу, есту, қолмен ұстау бар ғой. Осы жолдарда деді. Мысалы сен белгілі бір заттың, иә, мысалы мынаны қолмен ұстадық та, мынау кішкенше гладкий екен, иә, бір ақиқатты білдік та мынада ше. Дәмін сезінді, иіскезінді, мынаның мынандай иісі бар екен, иә. То есть бір ақиқатты біле аласың заттармен. Мм. Бұл эмпирикалық жол дейді да. Енді үшінші жол бар, бұл ақыл дейді. Енді әрбір зат өз нәрсені білу үшін қойылған. Мысалы мен айтамын, Нұреке, есту не үшін қойылған? Естілетін заттар үшін. Дәм сезу не үшін қойылған? Дәм сезілетін заттар үшін. Көру не үшін берілген сон? Көрілетін заттарды білу үшін, иә. Енді иіспен білетін затты сен көрумен біле алмайсың. Құлағымен естілетін заттарды сен бар дәмімен біле алмайсың. Әрбір заттың өзінің қойылғаны бар да. Енді тура сол сияқты ақылдың да определенный бір заттарды білу үшін қойылған. Ол білесің ба, не ол, Нұреке? Ақылды не үшін білу үшін қойылған? Қандай заттарды білу үшін қойылған деген кезде, бұл жоқ заттарды ақылмен бекітесің. Жоқ заттар дегеніміз, мысалы, абстрактылы ұғым дейді. Мысалы мен айтамын, махаббат. Нұреке, бар ма? Бар ғой. Қаяқта ол? Қалай? Махаббатты алып келіп берсе, сен әкеліп бере аласың ба? Әкеле алмаймыз. Онда сен бұны көрумен бекіте алмайсың. Сен егер агностик болсаң, агностиктар не көреміз, не материалды, сол бар. Агностиктар. Я, атеистер де примерно сол. Не бар, не материалды қолға ұсталады, көрінеді, сезіледі, сол ғана бар дейді. Енді махаббат бар ма? Бар. Бірақ оны сен көрмейсің да ғой. Ол қалай сен тек қана ақылмен бекітесің. Бұл абстрактылы ұғым дейді. Мысалы, бір нәрсені дұрыс не бұрыс деп айту үшін сен ақылмен бекітесің бе, әлде көзбен, бес сезім мүшесімен бе? Ақылмен әрине. Ол ақылдан басқа жол жоқ. Бір нәрсені мынау сенің амалың дұрыс деп айту үшін мен ақылмен ғана бекіте аламын, өйткені ақыл болмаса дұрыс деген түсінік жоқ болады вообще жалпы. Түсініп тұрсың ба? Енді мен саған айтайын. Қазір сенің алдында бір атеист тұрса айтса, Алла жоқ, неге десең, өйткені мен оны көрмеймін десе. Нұреке, ол мен айтып тұрмын ғой оған, мен айтамын оған мысалы, неге жоқ? Мына үлкен зданияны көріп тұрсың ба? Иә. Мына зданияның салушысы бар ма, болған ба, болмаған ба, Нұреке? Болған ғой. Өйткені сен зданияға қарап, ар жағында салушысын ақылмен бекітіп тұрсың, көрмесең де. Иә, мен енді айтып тұрмын да оған, әлем үлкен здания да. Енді демек оның несі бар? Салушысы бар деп ақылмен бекітіп сол тұрады. Жоқ. Мен қазір мына зданияны көріп тұрмын. Ар жағын көріп тұрған жоқпын ғой. Не көріп тұрған жоқпын, бар деп айту шарт емес дейді. Демек ол ненің құжаттылығын мойындамай тұр? Ненің құжаттылығын мойындамай тұр? Ақылдың құжаттылығын. То есть айтып тұр, жоқ, ақыл құжат емес. Ақыл бір сен бар деп айтып тұрса да, тек қана біз не көреміз, сол бар есептелінеді деп тұр да. Енді Нұреке қарашы. Егер олар қазір материалистер Алланың жоқ деп айту үшін ақылдың құжаттылығын мойындамаса, онда ақылмен бекітілетін нәрселердің барлығы олар үшін жоқ болу керек. Ол қалай? Ол дегеніміз біреуге барып дұрыс бұрыс дегенді айта алмау керек оларға. Потому что дұрыс бұрыс деген тек қана немен бекітеді? Енді саған келіп, бауырым, сен Құдай бар деп жатсың, ана педофилді барып Алла жарататын болса, ол педофилизм жаман ғой. Жаман деген түсінік немен бекітіледі? Сенің қандай хақың бар ол жаман жақсы деп айтуға да? Потому что жаман жақсы деп айту үшін немен бекітуің керек сен оны? Ақылмен бекіт. Сен ақылмен бекітетін затты мойындамасаң, саған жаман да жоқ, жақсы да жоқ. Әділеттік те жоқ, әділетсіздік те жоқ та. То есть ештеңке жоқ сам по себе. Шәкәрім естіп айтады. Нұреке, кейбір атеистерді Құдай сақтасын, мен түсінбеймін дейді, естіп айтатын. Пәленше жасасын. Айтады ғой. Нұреке жасасын. Мен айтып, түсінбеймін атеистер, неге оны өйтіп айтады дейді. Олар кімге айтып жатыр дейді. Енді мен мысалы айтсам, Нұрбол жасасын десем, кімге айтып жатыр мен? Нұрболдың теласын айтып жатыр ма, денесіне, әлде Нұрболдың ішіндегі ұжданына, әділеттілігіне айтып жатыр ма? Әділеттілігіне, ұжданын айтып жатыр ғой. Бірақ олар ұжданын көріне ме, көрмей ме? Көрінбейді. Олар бекіте алмайды ғой атеистер,
Енді онда значит кімге айтып жатыр ол жасасын деп, мына телосын айтып жатыр ма дейді. Ол тело робот емес та, ол биоробот дейді да, ол түк білмейді ол дейді да. Иә. Онда ол адамның өзін айтып жатыр деп түсінбейсің дейді. Енді онда кімге айтып жатыр? Жасасын деп. Онда ол Құдайға айтып жатыр ма біреуге? Ол Құдайды бекітпейді ғой дейді да. Мынандай идея ғой, короче. Тост айтып отыратын атеисті түсінбеймін деген әңгіме ғой, короче. Неменеге тост айтып отыр, короче. Әшейін мына денеге айтса онда ол тост деген тілек па? Иә. Кімнен тілеп отыр? Не тілеп отыр? Вообще қалай болған қалап отыр, түсінбедім. Олар бойынша түк жоқ, олар бойынша түк жоқ та ол. Сондықтан да шәкәрім айтпақшы, олардың бүйтіп істеуіне өздері мойындамай тұрса да ақылдың Алланың бар екен. Ішіндегі табиғаты мойындап кетіп жатыр дейді, Алла бар екен дейді. Сондықтан да атеизм бұл енді былай келген кезде қазір ренжіп жатыр маған тағы да ары бері шығып сиыр деп жатыр анау. Енді мен не дейін, енді ақымақтық дейін, онда әйтеуір бір сондай төмен нәрсе да енді. Өздеріне өздері қайшы келіп тұр ғой сонда, иә. То есть саған келіп бір атеист айта алмайды. Мысалы атеистердің көп жағдайда Құдай жоқ дегеніне қандай дәлел? Айтады, мына адамның өлтіріп жатқанына Құдай қалады ма, қаламады ма дейді да саған. Сен қалады дейсің, өйткені орын алса қалады дейсің да. Қалады дейсің. Онда не? Құдайың сол кезде не? Адам өлтіруді қалап тұр ма не? Ол жаман ғой дегенді айтып тұр ғой. Сен немене маған жаман жақсы туралы әңгіме айтып жатсың? Сен вообще саған жаман да жоқ, жақсы да жоқ. Ол әңгіме айта алмау керек ол. Өйткені ол жаман жақсыны бекітетін ақылдың құжаттылығын жоққа шығарып тұр. Енді былайша айтқанда Алла кешірсін. Осыны атеистердің, агностиктердің несі, анау алал арши истауа деген аят бар ғой. Салафизм ағымы бар ғой енді қазір. Солардың несіне ұқсап кетеді деген, бір қарағанда. Ұқсайды. Ұқсайды деген. Мен саған айтайын, қай жерден ұқсайды? Мен соны байқап тұрмын. Бір ұқсастық көріп тұрсың ғой. Көріп тұрмын. Ұқсайды, иә. Мен саған айтайын, Нұреке қара. Өйткені мойындамайды ол жерде. Бәлкім. Бірақ мен саған басқа жерде ұқсастық көрсетіп берейінші. Мысалы айтсам, жігіттер мынау соткада емес, соткадан бөлек те емес деп айтсам, мынау да емес, мынадан бөлек те емес десем, мойындайсыздар ма, мойындамайсыздар ма? Айтасыздар ма, мынау абсурд қой дейсіздер ма, әлде мынау болуы мүмкін дейсіздер ма? Мен айтсам, мынау мысалы Нұрбол да емес, Нұрболдан бөлек те емес десем, қалай қабылдайсыздар бұл сөзді? Дұрыс дейсің ба, әлде не айтып тұрсың дейсіңдер ма? Не айтып тұрсың? Не айтып тұрсың дейсің? Мәселе ол не әңгіме ол дейсің. Өйткені абсурд сам по себе. Неге мен Нұрболда емес, Нұрболдан бөлек те емес дейсің? Неге? Өйткені сен қазір тұрғанда миың үсіді. Так, мен мынау Нұрбол өзде емес, осыдан бөлек те емес деген кезде сенің миың әлемді бір айналып шықты. Чыр дегісті, сондай зат бар ма, жоқ па деді. Тундраға да кіріп шықты, анаған кіріп шықты, бәрі жерге кіріп шықты. Сен санаң қазір білмейсің да, сен әлемді бір айналып шықтың да, әлемде жоқ қой бұндай нәрсе. Жоқ қой деп үкім бердің да сен. Бірақ сенің қазір әлемде бір нәрсенің көрмеуі болса, сенің көрмеуің бір нәрсені. Ол нәрсені жоқ дегенге шығара ма деген логика ғой. Мысалы мен айтамын саған, мысалы салафиттердің проблемасы неде болды? Салафиттердің проблемасы, олар әрбір бар болған затты осы дүниеде қарады да, оның мекенде тұрғанын көріп тұр ма? Стол бар ма? Бар. Мекенде тұр. Микрофон? Тұр. Бар ма? Бар. Мекенде ма? Мекенде. Мен барым ба? Бар. Мекенде. Күн бар ма? Мекенде. Аспан бар ма? То есть қандай бар зат болса да ода не бар? Мекен бар да? Енді тұрды да Алла бар ма? Бар ғой. Значит, мекенде дейді. Мекенде бар дей ма? Мекенде дейді да. Өйткені Алла бар болса, ол мекенде автоматически дейді. Неге ол ойды шығардың десең, өйткені бұлар бұл дүниеде шыр деп миымен айналып шықты да, бар, бірақ мекенсіз затты таба алмады. Енді оларға Алла бар болу үшін ол обязательно бір мекенде тұру керек та. Өйткені Алланы мекенсіз десең, автоматически Алла жоқ болып қалады. Потому что қандай зат бар болатын болса, ол обязательно мекенде тұр да оларда. Логика сода. Бірақ кім айтты сенің миыңа, тасауырыңа келмейтін нәрсе, ол жоқ деп обязательно. Оны кім, мен саған айтайын, ой Алла, Платон ғой деймін, по-моему. Бір тайпа туралы кітап, Республика деген кітабы бар. Соның ішінде бір тайпа туралы айтады. Бір үңгірде өмір сүріп қалған тайпа дейді да, қараңғыда. Әбден қараңғыға үйреніп қалған тайпа дейді. Түнде жүреді. Анау далаға шығатын вход бұрыннан жабық екен да, вообще. Яғни әбден сан ғасырлар бойы өмір сүріп қалған өңірдегі адамдар әбден қараңғылыққа үйреніп қалған, жүрістер сонда қалыптасып кеткен ғой. И бір күні екеуі ойнап келеді, анау
далаға шығатын вход бук деп ашылып кетеді екен да, короче. И екеуі далаға шығып қалады екен да, басты көздері көрмей, біраз жүрген үйрене бастап, жан жаққа қарап, тауды көріп, тасты көріп, суды көріп, күнді көріп, таң қалған ғой екеуі. Сөйтіп тұрып, жүр барып басқаларына айтайық деген ғой. Бұлар барып кіргенде түбінгі үңгірге тағы да түскенде ей жігіттер, жүріңдер, ана жақта мынандай бар, андай бар, мынандай бар десе, аналар тыңдап тұрып, мына екеуі жынданған деп айтады дейді. Өйткені көрмеген де олар ондай нәрсені ше. Жоқ, мынандай бар, шығыңдар десе, мына екеуі жынданған, мына екеуін жынданған жоқ бетеді бізге деп, жаңа тайпаластар ұрып өлтіріп тастаған екен де екеуін. То есть сен көрмеген нәрсе обязательно жоқ деген идея жоқ та. Сондықтан да салафит бауырларымыздың ұқсастығы, олар не бар болса о мекенде суретке представление салады ғой. Енді мен саған айтайын, қазір атеистердің, агностиктардың бір проблемасы, олар мынаны мойындай алады, бір философ атеистер болады. Андай әлем болып жаратылмай тұрғанда пластилин сияқты болады ғой, пластилин бір мүсін жасамай тұрып ше, бір сондай негізде болған дейді, оюл деп аталады. Ол мәңгі келатқанда бір заманда мынандай әлемнің түрленуі шыққанда, қазіргі әлемнің ше, содан бастап әлем шыққан дейді. То есть анау асылы одан шыққан затты әлемнен келатқан дейді. Біз айтамыз, ол Алла жоқтан жаратты десең, сен қалай ол дейді. Неге білесің бе, түсінбей тұр? Потому что бұл әлемде біреу бірден сен жарататын болса, жоқтан бірден жарата ала ма? Обязательно бір материал болу керек, Обязательно. Енді олар бұл дүниеде жоқтан жаратқан нәрсені көрмеді да вообще. Енді Алла жоқтан жаратты десең, сенемай тұр, потому что көрмеген бұл дүниеде. Қалай жоқтан жаратты? Кеп тұр ғой. Салафиттер мен агностиктердің бір проблемасы осы тасауырға салады. Не көрдік, сол ғана бар деп айтады да. Проблема осы да. Логика деген, ақыл деген, бана айттым ғой, не үшін қойылған? Бұл көрілмейтін, сезілмейтін зат сол жерде ақылмен жүре аласың. Мысалы мен айтам, Нұрбол, ертең не істейсің деймін. Сен маған ертең жоспар құрып бере аласың, ертең таңертең. бірақ сен уже ертеңді жүріп келдің ба? Жоқ, мен айтпағым былай. Жоспарға жасаған кезде сен уже как будто ертеңде жүріп келдің, дұрыс па? Бірақ сен немен барып келдің? Ақылмен. Демек, осы жерде мен сөздің мәнісі шығады, сен ақылмен ғайыпта жүре аласың. Ғайыпта жүресің сен, ақылмен ғайыпта жүресің да сен. То есть ғайып нәрселерді бекіте аласың. Сұрақ, Алла Тағала ғайып па, әлде көрінетін зат па? Ғайып. Тек немен бекітіледі, значит? Ақылмен. Болды. Кім оны эмпирикалық жолмен көрумен бекіткісі келіп жүр, тәжірибемен, аспанмен. Өткенде ана бір кісі отыр, Дархан Абдик деген ба? Мысалы, дін деген ғылымға қайшы. Неге? Өйткені діндар адам дейді, ғалым дейді. Мысалы, Құдай бізге көрінсе, біз оны ғылыми факт ретінде мойындаймыз да, Құдай бар деп айтамыз дейді. Мен не деген ол төмен сөз деймін да, логикалық түрде дұрыс емес. Неге? Өйткені Құдай көрінетін болса, онда зачем мен сенімен дәлел алып келіп спорт етіп та, онда бәрімізге де көрініп тұр. Құдай көрінбейтін заттан, который дәлелді талап етеді, менің тараптан ол бар деп айтуға, сенің тараптан ол бар деп айтуға. Ол көрінбей тұрған кезде дәлел алып кел, ол жоқтығына. Деген сияқты әңгімелер ғой. Түсініп тұрсың ба? Түсіндім. Маған жетті. Сосын жаңағы айтқаныңыз тағы бір қозғап кетейікші, өте әдемі айттыңыз да, мен бірінші рет естіп тұрмын. Анау шынымен барлығымыз ата бабадан келе жатқан ғой. Әкем де мұсылман, мысалы мен ауыл жаққа барсам байқаймын да соны. Бір құдірет бар ғой деп қоя салады. Құдай тамақ істейді, басқа қылады, кәдімгі көмсет, жаңа бүгін істей береді. Бұларды енді біз агностиктерге жатқыза аламыз ба? Бұларды енді қайсысы? Оларға Құдайды таныту үшін не істеуіміз керек? Енді өте қауіпті екен да, жаңа сіз айтқан кезде мен таңғалдым, шынымды айтсам. Ол мысалы енді біреу мұсылман деп тұрса өзін, мейлі ол ақылмен бекітпесе де, исламда Алланың барын сипатын. Бірақ өзі қазақ мұсылман ғой, мұсылман деп мұсылман дейсің оны. Бірақ оның иман жолы харам жолмен жасалған. Ол қалай? Ол иманның негізі мұсылман болу, оны өзі ақылмен бекіту керек еді. Сол кезде ол дұрыс мұсылман болды. Енді ол қазір мұсылман. Бірақ ол мұсылмандыққа дұрыс емес жолға жеткен да. Енді осы кезде осындай болады. Сұрасаң болады да, Нұреке, сен сол кезде қалай, біреу мұсылман бола береді, даже неге сенгенін білмей тұрса да ма? То есть, мысалы, біреу келді да айтты, мен айттым, Алла бар дедім. Отырып айтса, білмейме, бірақ айтыр мен сендім саған десе. Мұсылман бола ма? Болады дейміз. Ол түк білмей тұр ғой ол десек.
қаншалықты иманның орындалуы үшін білім шарт дейміз. Ол не ол иман деген сөзге келеміз? Иман дейміз мінекей мойындау. Енді қараш, мен бір нәрсені мойындауым үшін обязательно ол туралы білуім керекпін ба? Мысалы, мен әйелім бар да, мен үлкен бір конфликтіге жүріп қойғас. Сол кезде айтуым мүмкін. Нұржан, мен білмеймін. Сен ақиқаттасың, ақиқат емессің ба? Бірақ мен әйтеуір сенің артынан мойындаймын, мен сенің артынан жүремін. Бұл оны мойындау есептеледі ме? Мойындау да, білсе де білмесе. Демек бізде осы материалистер айтады. Иман дегеніміз бұл білімге қарамайды. Иман бұл мойындау. Сен Алланы жаратушы екенін мойындасаң, білесің ба шынымен де? Бұл аяқ мойындайсың ба? Ол иман есептеліне береді. Бірақ сенің білмей мойындағаның бұл харам жалмен мойындағаның. Неге? Өйткені саған біліп алу керек дейді да. Содан кейін барып сен мойындайсың дейді. Енді осы жерде мынаны айтады, шәкәрім айтады. Жарайды, енді біз тақлиди иман дейміз оны. Анау менің папам мұсылман, сондықтан да мен мұсылман деген жоқ па? Шәкәрім айтады, жарайды, бұл иман есептеле берсін дейді. Бірақ бұл иман дейді, который сені любой момент діннен шығарып жіберетін иман. Сен сенімді емессің дейді да. Енді қазір әрбір адам өзінің шариғатын талабын орындап жүргенде, Нұреке, ана атеистерге дес бермес еді. Каждый өзінің ақидасын уже ақылмен бекітіп алған болатын еді да. Уже келіп сұраған кезде, сен де иманыңды ақылмен бекіткенсің ғой, сен ақ жауап бересің қазір оларға. Мен де иманымды ақылмен бекіткен ғой, мен ақ жауап беретін едім. Егер бәрі өздерінің имандарын ақылмен бекітіп алған болса, онда менің кеше педофил деген әңгімем бар ғой, түсінбейтін адам болмас еді да. Бәрі орнымен түсінеді. Өйткені дұрыс әңгіме айтып жатыр, по сути дела да негізі. Бірақ оны халық түсінбей отыр. Неге түсінбей отыр? Өйткені әркім өзінің иманын ақылмен бекітпеген. Соның кесірі ғой. Соның кесірі десек болады. Сондықтан да атеистерге сондықтан да біз қазір надан стереотипіне қалыптасып қаламыз адамдардан. Сен қазір қарар баршы, любой даже объективті түрде атеист болмағанда, мұсылман болмағанда адамға бір үкім бергіші. Қайсы білімді десең, атеист білімді ау, неге? Өйткені физиканы нені көп айтады да, мынау мұсылманның отырып алып, болды, айтты, болды, Құран айтты деп отыра береміз дейді да. Ол факт, Құранның айтқаны ақиқат. Бірақ сен Құран айтты деп сенетін болсаң, бұл как, например, менің папам маған айтты істеп, болды солай деген сияқты. Ол сен ақылмен бекітпегенсің да, ол болмайды дейді. Енді осы атеистермен диалог жүргізу кезінде қандай тәсілдерді қолданамыз? Сіз білімдісіз, мысалы біз сияқты қарапайым басқа адамдар қалай диалект жүргенбіз бұлармен? Енді мен кеңес қоғамда өте көп. Мен енді кеңес беретін негізі ақылды атеистердің екі түрі болады, Нұреке. Материалист атеистер дейді. Олардың өзі бөлінеді, оны прям ұстап көру керек. Көрсе жоқ дейтіндер. Философ атеистер дейді. Философ атеистер бұл ақылдың жұмысын мойындайды да, бірақ Құдай жоқ дейді. Бұл бағананы сағат сияқты бір-біріне әсер етіп тұрады дейді қой. Ол айтады, әлем бұл үлкен механизм дейді да, бірақ артында біреу тұру шарт емес деген сияқты. Өзі. Ал кімдер жаңа атеисттер, материалистер көп жағдайда оны мойындамайды, себеп салдар деген. Ол айтады, қарайды, Құдайды көрмей тұрып па? Жоқ, онда жоқ дейді да. Себеп салдарды да мойындамайды. Енді бұл жерде мен айтайын, қалай сөйлесеміз деген кезде, ақылды мойындамайтын, құжат ретінде мойындамайтындар бар ғой, біздің де Алланың бар екен ақылмен бекітеміз ғой. Енді ақыл құжат қой деген кезде олар жоқ, тек қана 5 сезім мүшесі құжат деп тұр ғой. Біз айтамыз, неге ақыл құжат емес деп сұрашы одан, просто сұра. Сол кезде ол айтады, енді ақыл құжат болатын болса, онда ақиқатты табылатын болса, онда ақылды адамдар бір-бірімен қарама-қайшылыққа түспес еді ғой деген сияқты бірсе айтады ғой. Сондықтан да ақыл дәлел емес деп бірсе айтады ғой жалпы. Сол кезде осы тұжырымын ол немен шығарып тұр? Бір-бірімен ақылдардың қарама-қайшы болуы, бұл ақылдың құжат болуға жарамды емес деп немен шығарып тұр бұл ойды ол? Ол өзі ақылмен шығарып тұрған жоқ па? Енді ол саған тұрып, ақыл құжат емес дегенде ақылмен айтқысы келіп тұр да саған. Сен енді қазір ақылдың құжат емес дегендігін сен ақылмен дәлел алып келіп тұрсың да маған. Екеуінің біреусі орындайды. Либо сен қазір айтқан сөзің дәлел емес, өйткені сен ақылды мойындамайсың, сен ақылмен жасап тұрсың. Либо сенің сөзің дұрыс болатын болса, ондай болатын болса, сен ақылды құжат деп қабылдап тұрсың да. Ол екеуінің біреусі. Сол спокойно, сол басынан тоқтатсаң болады оны әңгімені. И одан кейін мен бәріне тоже кілт берейін. Нұреке спорт етіп жатсаңдар, ол обязательно бірсе бастайды анау. Құдай деген неге педофилдар жаратады анамдарды. Не болып қалды деші? Жаман деп айтады ғой. Сұрақ. Не үшін жаман деші? Саған не үшін жаман де? Енді саған
адамды өлтіру жаман, дұрыс па Нұреке? Жаман. Педофилизм жаман, неге жаман? Шариат, ислам ашты, дұрыс емес деді. Иә. Енді атеистке не үшін жаман? Не үшін жаман болу керек ол? Оған біреу айтып тұр ма? Ода бір кітап бар ма? Не үшін оған жаман болады? Жаман десе уже иман келтірген болып кетеді, Енді жаман десе, значит, ол уже біреу айтып тұр деген сөз ғой. Ол жаман дейді, сөз айтады. Неге сүйеніп жаман? Нұржан деген аға бар еді ғой. Соны айтып тұрмын ғой, мен айттым. Жезөкшелік жаман ба десем, енді ол әргір адам өзі жезөкше болам десе бола берсін дейді да. Жаман деп айта алмай тұр да. Айтса кетті ғой уже. Иә, мен айтатын едім да онда менде мысалы жезөкшелік жаман. Өйткені ислам айтып тұр жаман деп. Сенде неге жаман десем, ол айта алмай тұр да. Тұрады да, енді адам өзі болам десе өзі біледі ғой дейді. Мен айтамын, жақсы аға, болмай қойсын сізде, бірақ сіздің қызыңыз жезөкше болам десе қалай қабылдайсыз десем, кетті ма? Сен айтпайсың ба, менің қызым туралы айтып жатқаныңды дейді да маған. Мен айтамын, қандай айырмасы бар? Сен қазір біреудің қызын өзің қызыңды. Осы жол не айтқым келіп тұр, Нұреке? Простой нәрсе. Мысалдармен. Атеистпен сөйлесіп жатқанда не үшін жаман деген сұрақ, оларды жаман қылжылтады. Не үшін? Ол айтады, қазақ айтты дейді. Анау айтты дейді. Болмаса қазақылықты көп. қара қылықты ой келтірген. Мен ана жетатаға қарсы шық деп маған жалғыз айтқан жоқ ма? Жетата. Қарашы Нұрбол. Әңгіменің абсурдтығы мынада да. Өзі атеист па? Өзі атеист қой. Атеисттің маған келіп Нұржан өзінің дінімен жетатаға қайшы деп әңгіме айтып тұр да, бірақ на самом деле шариғат оған екі атадан үйлену фарыз деп тұрған жоқ қой, наоборот, алыс болған соң жақсы деп тұр да, шариғат қолдап тұр жетатаны. Ол маған келіп әңгіме айтып тұр да, бірақ өзі атеист та. Бірақ атеисттер тұрады да, мама мен баласы үйленсе де ештеңе етпейді. Бірақ почему-то өзінің атеисттері қарсы деп айтпайды қазаққа. Қарашы қай жағынан келеді да. Мен қазір оған айтып беретін едім, мен айтамын, Ленин бар, Сталин бар деп айтамын. Когда Бернард Шоу деген бар, жаңа үлкен атеисттер бар, который, Карл Маркс бар, который енді мамасы мен баласы үйленемін десе, енді өздері біледі енді дегендер бар да. Неге ондайлар маған әңгіме айтады, сен жетатаға қарсы деп, когда шариғат қолдап тұр жетатаны, а өздерінің жаңағы вождьтары, лидерлары инцест, ананың балаға үйлену, қосылып, туған бауыр мен туған сестра үйлену дегенде, енді ода тұрған ештеңе жоқ деп айтады да. Әңгіме сода да. Просто адамдардың санасы сондай ауысып кеткенде мүмкін нәрсені мазақ қылады да, бірақ мен кеше бір неде айттым подкастта, бірақ тағы да айтайыншы Нұреке, қызық болып тұр. Өткенде бізде Адам алейхисалам қанша жыл өмір сүрді дейміз? 1000 жыл дейміз ғой? Нұх алейхисалам 950 мың жыл. Өл мазақ қылып отыр да, біреуді кіргізіпті бір мұсылманды. Соған айтып отыр да әңгімені. Сен ойлашы, сенің Құран дейді, 9 жыл өмір сүрді деп отқан, сен абсурд емес пе? Мазақ қой, 9 жыл өмір сүрді деген не ол деп әңгімелеп отыр ғой. Енді есек ашпағанға ұшады дегенге сенесің ба деген. Пайғамбар Миғраж жағына пырақпен есек ашсам сүйетін сақ қояды, бәрі мазақ қылып отырады да. Мен айтамын да, не деген азғынғанбыз деймін да. Мысалы мен саған айтайын. Заттың затқа өзгеруі қиынырақ па, әлде заттың сипаты болады ғой, оның заты өзгерместен сипаты өзгерген қиынырақ па? Мысалы кететін мысалай, жылқы қой болып кетуі қиынырақ па, әлде жылқы түсі өзгеруі қиынырақ па? Қайсы енді кішкене ақылға қонымырақ енді? Қой болып кетуі. Қой болып кету, мен жоқ, қой болып кету қиын. Қиын, енді бір зат қойдан, жылқыдан қой болып кету қиын ғой енді. Бірақ жылқының түсі өзгеріп кетуі мүмкін әбден, түседі, бүйтеді, әбден мүмкін. Демек зат қала тұра оның бір сипаты өзгеріп жеңілірек та, чем заттан жатқан. Енді айтамын да, қарашы, Нұх алейхисалам 9 жыл өмір сүрді дегенде оның заты өзгерді ме, құр сипаты өзгерді ме? Сипаты ғой, Нұх алейхисалам өзі қалады да, просто оның ғұмыр сипаты ұзарады да. Ешек аспанда ұштық десек да, ол тура сол ешек қой, дұрыс па? Ол бір құсқа айналып кеткен емес қой ол. Құс болып кетсе мейлі. Иә, ол ешек аспанда, оның бір сипаты өзгерді да. Енді неге біз ешектің аспанда ұшуы, не болмаса адамның 9 жыл өмір сүруі не деген азғындық, мазақ деп адамдардан естіп отыруымыз керек? Ол адамдар заттың затқа ауысуын нормально деп отыр да. Ол қалай? Маймылдан кім шықты дейді? Адам шықты. Маймылдан адам шыққан мүмкін екен да.
анау мүмкін емес. Мынау бірақ заты өзгерместен, бірақ құр сипат өзгеруі. Ойбай, мазақ. Мен өзіне айтқым келеді да, сен Өзінікін өздерін ұрыпсыз ғой. жоқ, айтқым келеді да, сен қарашы, ол еще мынандай ғой, Нұреке қара. Жылқыдан қой шықты десең, екеуі де ақылсыз ғой. Бұларың маймылдан ақылсыздан еще ақылды зат шықты, адам шықты деп айтады ғой. Вообще невозможно да. Хотя мен саған айтайын, бір заттың 9 жыл өмір сүруі мүмкін және мысалдары бар. Мен саған айтайын, мысалы, мына қазіргі ғалымдар анықтап жатыр, мұхиттың түбінде бір не бар екен, бір жәндік 4000 жыл өмір сүреді екен. Кәдімгі ас қорыту процесі бар екен, 4000 жылда. То есть мүмкін ғой, Түрежан, иә? Мүмкін мысалдар бола тұра біздің көзімізге 900 жыл өмір сүру күлкілі да, бірақ олардың Дарвин деген теориясы маймылдан адам шықты деген почему-то ғылым әбден мүмкін да. Ол Шәкәрім атамыз айтады. Дарвин былай өзіміздің қарапайым сөз айтқанда, дарвинизм былай туфта дейді. Егер мына жастар мені дарвинизм туфта деп айтқан үшін сөккісі келсе дейді, Дарвиннің замандасы тағы бір неміс ғалымы бар. Дарвин теориясын шығарған кезде анау да Дарвинге қатысты кітап жазған ғалым. Соның кітабын оқысын дейді. Сол жерде бәрі. Енді бұл сондай ақымақтықта болып кеткен де енді қоғамда қазір. Әңгіме сода ғой енді. Құрметті көрермендер, қызық енді басталайын деп тұр. Ұстазымыз Шәкәрім танушы. Қазір Шәкәрім қажының қажылығы туралы да сөз қозғаймыз. Қазірше мынау атеистің бір-екі сұрақтар қалды. Енді ұстаз, енді осыларды былай қойыңыз сұрақты. Ислам дінінің сенімін адамдарға қалай түсіндіруге болады? Әсіресе осы сенімі жоқ адамдарға. Мысалы, мынау қазір таза атеистермен оларды енді орнына келтірдіңіз. Бірақ енді сондайға кетуге ықпалданып жүрген сенімсіз адамдарға қалай түсіндіреміз? Дінді оған кетіп қалмау үшін, иә? Бізде енді Нұреке, матриди сенімдік басқабында ахлі-сүнна, иә? Өйстіп айтады, негізі сен ақыл болса, онда сен уже Алланы табуға міндеттісің дейді. Саған Құранның жетуі міндеттемейді дейді уже. Алланы табу деген Алла саған ақыл берілді ма? Өйткені ақыл нені табу үшін қойылған? Именно Алланы табу үшін қойылған дейді. Бұны Абу Му'мин ан-Насафи Табсиратул Адила деген еңбегінде айтады. Енді мен не айтқым келіп отыр? Егер біз адамдарға түсіндіруіміз келсе ақиданы, бірінші кезекте олар ақылмен қалай бекітеді Алланың бар екенін, сипаттарын бар екенін, соны түсіндіруіміз керек. Өйткені Алланы табу үшін бұл ақыл бірінші кезекте. То есть ақылы тұрғыда, логикалық тұрғыда Алланы қалай табады екенін соны түсіндіріп беру керек. Адамдарға соны түсіндіру керек бірінші. Неге? Өйткені атеист келіп ертеңгісін бір логикалық бір әңгіме айтқан кезде, анау уже логикамен ақылмен бекітіп алған ғой. Өзіне әңгіме айтып беретін дейді. Негізі былай. Тура осы жолмен бекіту керек. Негізі. Дұрыс, түсіндім. Енді мынау келесі атеистердің сұрақтары немесе сынына ислам қалай жауап береді? Спокойно. Атеистер логиканы алып келеді ма? Логиканы алып келу, бұл логикамен жауап береміз ғой болды. Просто жоғарыда жауап берген. Просто олар өздерін логика деп ойлайды, бірақ логика емес, қате. Мен мысалы қайсысын айтып берейін? Ой, Алла, қазір. Мен анау ойланам деген шана ақылтай деген жүр ғой қазір. Анау солардың ішіндегі сәл дұрысы сол ма десем, ол да таза атеистің береген ғой. Жаңалықтар шығарып бір нәрсе қылып жүреді ол. Журналист бала ғой деймін. Бірақ ол негізі тоже. Мен саған айтып отырмын, Нұреке олар ақылды көрінгенмен де негізі спорға келеді ғой диспутқа. Олардың несі логикасы жоқ екен, қарама қайшы екен, ілімі жоқ екен көрініп қалады да. Негізі мен айтар едім, атеистер білімсіз. Негізі енді олар қазір стереотип қалыптасқан ғой, мұсылмандар наданды, атеистер ғылымға жақын деп ойлайды. Негізі атеистер білімсіздер. Өйткені егер Алланы табу үшін ақыл қойылған десек, енді Алланы таппай тұрса ақылдар болмай тұр да енді, Нұреке, былай ендеше ақылсыз болып тұр да енді. Сол ойланбай қалған. Ақылтай ақылсыз болып тұр да енді. Атына зат сай болмай. Соны мен айтып жатқаным, Алла Тағала бекерден бекер айтпайды Құранда ше. Көп жағдайда Алла мен ақыретті бар екен тапқан адамдар Алла Тағала ақыл иелері улул абсар деп, афала тадаббур, ойланбайсыңдар ма, ақыл жүгіртпейсіңдер ма деп көп айтады да. Ақылды көп. Неге? Өйткені Алланы табу үшін ақыл керек та саған. Мынандай бір аят бар. Құранның аятында өткенде таңғалдым. Ва иза қила лахум амину кама амана ан-нас, егер оларға айтылса дейді да, иман етіңдер, басқа адамдар иман еткен сияқты деп ол кәфірлерге айтса дейді атеистерге.
олар айтады дейді қолу анумину кама амана суфахау, біз ана жындылар сияқты біз де иман етейік па сол кезде деп айтады дейді. Біз енді надан деп тұр ғой, орның қазір тілі ғой, алла да соны құранда баяндап жатады да, олар айтады дейді ана ақымақ надандар сияқты біз де не етейік па дейді, иман етейік па деп айтады. Әла хумус суфаха деп келеді да сол жерде, алла айтады бірақ олар емес па жындылар негізі дейді да, өздерін атеисттер дейді да, бірақ олар өздері сезбейді да жынды екендерін. Қандай жақсы айтылған да, ол ойлап тұр өзінің ақылдымын деп, бізді ақымақ деп тұр да, анау мұсылман сияқты болсайшы десе, мен жүрейін ана ақымақ сияқты дейді да, бірақ алла айтады да, сол емес па ақымақ, бірақ ол өзі ақымақтығын сезбей тұр дейді да. Қалай айтылған? Ой алла да, айта беріңдер. Енді керемет сұхбат болғандар, алла разы болсын сізге. Мынау атеист бар ғой, осы атеисттер деп жатырмыз енді, бұлар аллаға сенбесе де мынау діни рәсімдерге қатыса ала ма? Мысалы соның ішінде умра, қажылық деген сияқты. Мазақ қылу үшін шығар, просто болды. Сенбесе не үшін барады, сондықтан да біз харам қылған дейміз ғой оларға кіруге. Харам. Харам. Неге? Өйткені ол не үшін кіреді? Мазақ қылу үшін кіре ма, басқа не үшін кіреді? И так та мазақ қылып жүр ғой қазір. Андай. Ана мәселе не ғой қазір? Олардың бір жала жабатыны, енді сен қажылық деп жатсың ғой. Иә, сол ғой. Неге арабтың жері таңдалған, неге қазақтың жері таңдалмаған деген сияқты әңгіме ғой. Сол араб құлдар дейді. Енді мен просто бір-екі саған не айтып берейінші, бір-екі жауап беретін нәрсе да. Егер сен кімде-кім қажылыққа дұрыс деп жататын болса, өйткені ол арабтардікі, кімде-кім арабтардың затын дұрыс деп айтатын болса, бұл араб үшін қызмет қылып жатыр деп айтатын болса, сен автоматически шәкәрімді араб құл деп тұрсың. Абайды араб құл деп тұрсың. Бұл не деген сұмдық та? Сен даже президентімізді араб құл деп тұрсың, былай деген да. Арабқа қызмет. Бұл үлкен нәрсе ғой артында тұрған да. Ол білмей тұр не істеп тұрған. И одан кейін мынандай сұрақ қой, Нұреке. Белгілі бір жердің Алла тараптан таңдалуы да, ол сол жер кімге тиесілі соған қызмет етіп жатыр деп айтуға қаншалықты келеді? Неге айтып жатыр? Өйткені бұл жер қазір кімдікі? Арабтардікі ма жарайды? Саудиялықтар да? Саудиялық. Бірақ 200 жыл бұрын ол түріктердікі болған да. Ар жағында мәмлүктердікі болған. Сен қанша уақыт айтасың да сен оны арабтарға қызмет қылып жатыр деп. Бұл мынандай ғой, әрине ғой, жер көше береді да ол адамның қолдан қолға. Ол кейін ол қазақтардікі болатын болса, мәселен бір қазақ үлкен империя болып ана жерде алып жататын болса, ол сондай дүние ғой, сен оны бір тиесілі қыла алмайсың, сен бір арабтарға мәңгі қызмет істеп жатыр деп те айта алмайсың сен оны. Потому что бұл жер, который ауысып отырады да ол. Енді бұл вообще келеңсіз сұрақ қой, ол негізі неге арабтарға қызмет қылып жатсың. И одан кейін мынандай сұрақ қой, Нұреке. Егер жарайды деп айтсаң болады, арабтардың жері неге таңдалған сұрақ қойылады да, жарайды сенің ойыңша қай жер таңдалу керек? Әйтеуір бір жер таңдалу керек қой. Қай жер десең, қазақтардікі дейді да. Енді осы сұрақ қойылады ғой. Басқа елдер сол кезде, неге қазақтың жері таңдалды десе, сен не деп жауап бересің? Бұл сенің пайғамбарың сол қазақтан шықса естіп айтады. Мен әлемдік дінмін деп айтып жатыр да. Енді саған Азербайжан келеді айтады. Бұл қазақтарға қызмет қылып жатқан дін ғой, бұл Қазақстанда тұр ғой десе, сен ана пайғамбардың артынан еріп тұрсың, пайғамбар айтып тұр әлемдік дінмін деп, сен оған қалай түсіндіресің анаған деймін да, ол әлемдік дін екен. Сен тұрып қалай айтасың оны дейді да. Тура сол ситуация ғой, сен қазір өзіңді қойшы, сен кейін қалай әлемдік дін деп айта аласың оны? Сондықтан да сенің хақың жоқ бұл жерде әңгіме айтуға да. Иә. В общем, былайша айтқан кезде просто андай полемика дейді, болмаса софистика дейді, не ғой, игра слов. Сөз ойнау ғой, мағынасы жоқ, бірақ сөз ойнау. Енді осы интернетте былтыр Жылқышыбаймен сұхбат берді, бір кісі атын ұмытып тұрмын, қарадан келген кісі. Сол кісі айтады, қағбадағы қара тасты жатырға теңейді. Сол ғой жаңа Нұржан деген ана. Сол кісі ма? Жаңағы тиктокта. Үшіншісі бұл анау біреуі. Ана машина ішінде менімен отырып сөйлесетінші. Енді бұған сіз қалай жауап бересіз? Докторсыз қара тасты жатырға теңеп қайта шөлбілдеп сүйгеніне деген сияқты сын айтты. Ой алла. Енді олар қағбаға асылып дұға қылсаң, сендер шірк келтіріп жатсыңдар. Бізді атеист деп әңгіме айтып, өздерін қара тасты сүйіп, қағбаға асылып дұға қылып, Аллаға серік қосып жатсыңдар дегенде қандай сын айтасыз? Мен саған айтайын, сын болғанда мына оларды естіп қайтару керек қой. Нұреке, қазір қара тасты сүйіп жатқандардың бәрі жатырды жалап жатқандар деп жатыр ма? Деп жатыр. Ол біздің шәкәрімді
жатырды жалағыш деп айтып тұр ма, не деп тұр ол сол кезде? Сөйтіп тұр негізінде, иә. Қандай сұмдық ол. Сол кезде ол Үшеуі қазақтан мысал келтіреді, алаштықтарды сол кезде ол жатырды жалағыш деп айтқысы келіп тұр ма, сол кезде мен түсінбедім да, ол қалай ол. Ол қазіргі даже біз бұл сондай абсурдқа апарады да, ол, понимаешь? Бұл не айтқымыз келіп жатқан не? Ол тапқан нәрсені біздің ата бабаларымыз, ақылдылар сол кезде таба алмаған ба не? Бұл ақиқатты тапқанда олар білмей қалды дейсің ба не? Бұл шығар бәлкім адасып жүрген. Сен аналар адасқан. Бұл жерде енді мынандай вариант қой. Либо мына кісінікін дұрыс дейміз да, шәкәрімдерді жатыр жалағыш дейміз да, либо шәкәрімдердікін дұрыс дейміз да, мынаны ақымақ дейміз да. Енді қай вариант енді Нұреке? Енді мына кісіні ақымақ дегеніміз жақсырақ, чем ана аталарымыздан енді уже бір ауыздан. Енді кішкентай баланың әңгімесі да енді, ой алла, бұл действительно. Былтырлары сөйтіп біраз хит. И одан кейін тасты жалаған адамның бәрі жатыр жалағыш болатын болса, онда енді өзі де бір жатыр жалағыш шығар еді, өзі де бір өмірде бір тас жалаған шығар, кесесі тасада былай. Ол кеседе тас қой, по сути дела. Онда ол да жатыр, каждый тас жалағанда жатыр жалағыш дейтін болсақ, онда өзі де жатыр жалағыш екен да онда. Мысалы, иә. Мәселен енді. Ол қалай ол тасты жалағанды жатыр жалағыш деп теңестіресің да. Құр тасты жалау, жатыр жалағыш қалып кететін болса, ол да тас жалап жүр әйтеуір. Иә. Ол да жатыр жалағыш онда. Дәл сондай. Енді бұлардың жаңағы қағбаға асылып дұға қылу мәселесінде тағы бір қозғап беріңізші. Енді бұлардың негізі біздің исламдағы ішіндегі мәселелердің үкімдерін бізге бір проблема тастайды ғой, алмау керек. Өйткені бізде шариатта өзің көп нәрсе білесің ғой, мысалы, иә. Мысалы, мен қазір оқыған не айта салайыншы, өткенде қазір біреу шықты, арабша оқып жатыр ма, әйтеуір ана транскрипция ChatGPT-ға аударып алған ба, маған өйстіп оқып жатыр. Мұхтасар Құлдурида дейді, кімнің дінінен шығады, соны өлтіріледі деген үкім келген ғой. Сол бұл Ханафи мазхабының фундаменталды еңбегі ғой. Енді муфтият Ханафидің мазхабы ғой. Демек муфтият жаңағы адамдарды өлтіруге шақырып тұр бұл кітапта деген кезде сондай ақымақтық әңгіме айтып жатыр да. Енді мен оған айтып жатырмын да, каждый бір құқықтық нормада, который келген, кімде-кім діннен шығады десе, ол өлтіріледі деген, бұл действительно өлтіру керек деген әңгімені бере ма ол? Мен айтпағым не? Әңгіме осы жерде. Иә, мысалы, бұл дінді бар ғой, діннен кім шығады, ол өлтіріледі деген әңгіме бар ғой. Ол бар. Бірақ ол жерде діннен шыққан үшін жазасын алып жатыр ма, әлде басқа үшін ба деген сұрақ туындайды. Енді көп адамдар айтады, мұртат дейді оның үкімі. Діннен кім шығады, оны өлтіру жазасы бұл діннен шыққан себеп дейді. Қате. Неге? Өйткені діннен шыққан үшін бұл оның жазасы өлім болатын болса, онда діннен шыққан әйел үшін өлім болу керек қой тоже, бірақ әйел үшін қамауға алынады дейді, тек қана. Өлтірілмейді дейді. Онда неге ол діннен шыққан үшін өлтіру болу керек еді? Неге ол еркекте былай болып қалды, әйелде былай болып қалды? Демек, екеуінде екі түрлі себеп бар шығар. Ол дін емес, діннен шыққан үшін емес. Бұл неге Нұреке айтып жатыр? Өйткені баяғыда ислам мемлекеті, Дәрул Ислам дейтін да. Ислам мемлекеті дейді. Енді біреу тұрып, мемлекет болатын болса, полный исламға негізделген. Біреу тұрып, исламнан шықтым десе, ол автоматически мемлекетке қарсы бола ма? Мемлекетке қарсы шыққан болады ғой. Өйткені мемлекет ислам болды. Енді ол өлім жазасын мемлекетке қарсы шыққан үшін алып жатыр. Діннен шыққан үшін емес. Әңгіме мына жерде. Иә, діннен шыққан үшін емес. Сондықтан да еркекке өлім жазасы дейді, әйелге 3 күн деді. Еркекке бірінші өлім жазасы емес, оған уақыт беріледі тәубе қылуға. Тәубе қылса жарайды. Қоймай қойса, онда өлім жазасы дейді бұрынғылар. Кімге дейді? Жаңа әйелге қамалады дейді. Неге деген кезде енді мемлекетке кім қарсы шықса, мемлекет құрса бүкіл адамдар құрмай ма? Одан да бір адамның жанын алған жақсы еді. Тауке ханның 7 жарғысында мемлекетке кім қарсы шығады, оның жазасы өлім деп тұр. Иә, сондықтан да діннен шыққан адам өлтіріледі деп айту, жамандау, бұл өтірік, ақиқат қылса емес. Айтпағым не? Просто бұл қанақта жазылып тұр да, ол ана атеистер исламның ішінде көп нәрсені білмейді ғой. Үкімнің мансух болуы, жекелешелену. Оның сөздерін тыңдаудың қажеті жоқ. Ол түсінбей тұр да, ол даже не әңгіме болып жатқанша. Оның исламның ішіндегі бір әңгіме айтылу хақысы жоқ. Өйткені ол білмейді ол. Сондықтан да мен көп маған не бермесе де болады, маған бермесе де болады. Просто біздің халық алданып кетіп жатыр да, менің жауап беретінім әйтеуір бір халық алданбасын деген идеямен жауап беремін да. Былай негізі келген кезде олардың нелері енді абсурд, логикаға өте қайшы екені айдан анық.
енді сондықтан да мен айтып жатқаным бағанағы кісі енді айтып жатыр ғой муфтиятта фундаменталды еңбектің ішіне адамның өлтіруі келуі бұл демек муфтият қорғайды деген кезде енді демек бұл мемлекетке қарсы шыққан болып есептелгеннен болатын болса неге өйткені діннен шыққан кезде мемлекет ислам болатын болса как будто исламнан мемлекеттен де шығып тұр ғой енді исламды мемлекеттік саясат дұрыс емес деген болып тұр ғой ол кез заманда иә енді қазіргі уақытта дәрул ислам түсінігі бар мемлекет бар деп айта аламыз ба әлемде жоқ онда жаңағы үкімнің мәнісі жоқ діннен шыққан өлтіріледі деген мәнісі жоқ қазіргі әлемде діннен шыққанда өлтірудің ешқандай ағаттығы бұл жоқ уже ешкім өлтірмейді муфтият анау айтып жатыр муфтият қолдайды діннен кім айтты саған ол муфтият мен муфтиятқа ешқандай қатысым жоқ мысалы мәселен да просто анау жала тауып жатқан муфтиятқа жала тауып жатыр екен да соны айтып жатқаным ғой негізі ол муфтият болсын ол басқасы болсын ол жала анау қайдағы жоқ бір еңбектің ішінде адамды өлтіру деп келу осы муфтият значит өлтірді деп айту бұл қандай бұл үшін иә таза негізі ондай кісілерді сотқа берсе болады негізі елдің ішінде бүлік шығарып бұл былайша айтқанда діни коллапс қой діни резонанс діни тынышсыздық сондай нәрсесін ұйымдастырып жатыр да ондай болмайды негізі соны байқаса көп жағдайда не атеист не тәңірші ғой соны айтып отқан каналда сақ болған адамды көрсең өйстіп отыр арма халайық ой алла дейсің ғой соны бір шәкіртім айтады да мысалы арма дегеннің бәрі сол кезде мұсылман емес па деп жоқ мұсылмандар да айтады армысыз деп айта береміз ғой бірақ енді ассалаумағалейкум армысыз халайық десең жарайды дейміз да біз ал ол тұрып ассалаумағалейкум деп айтпай ештеңе деместен арма кеш жарық деп тұрса подозрение да уже ұстаз алла разы болсын мынау бір соңғы уақытымызда болып қалыпты иә соңғы бір үш сұрағымызға жауап берсеңіз енді ақида туралы өте жақсы айттыңыз алла разы болсын енді мына фихтан қояйыншы қазіргі таңда мынау мен қажылық тастаймын ғой гидтардың арасында өткенде біраз талқыланды ой алла осыны мынау қағбаға барған кезінде намазда қағбаға қарап оқимыз ба әлде жаңағы сәжде қылатын орынға қарап оқу қарау ма иә қарап оқу мәселесі негізі бұл жерде қарау деген екі түрде қарастыру керек та таваджух дейді бұл намазда сен бағытталасың деген сияқты ғой түсініп тұрсың ба иә бағытталасың деген кезде бұл мысалы сен намазға кірген кезде қай жаққа қарайсың деген кезде сен қай жаққа бағытталасың деген сөз да ол сен қағбадан ауыстыратын болсаң сен бағытталасың қыблаға қарай қыбла елде тұрса иә қағбаның алдында тұрса сен бағытталасың қағбаға деді бағытталу дегеніміз көзбен қарау деген емес көзің қай жаққа түсіп тұрады деген кезде көзің әдеп ретінде әдеп бұл бірақ сәжде жасалынатын орынға неге өйткені бұл ана не дейді анау тауаду ана қарап құл болып тұрғанның несін жақсыға келтіреді дейді чем былай тұрғаннан қарағанда деген сияқты сөздер бар сондықтан да бағытталу қарап деген екі мағынаны түсінеді не бағытталу қарау бұл анау жалпы намазда тұрғанда қалай қарайсың и қарау дегеніміз көзің қай жаққа түсіп тұрады деген мағынада соны бәлкім шатастырып жүр адамдар негізі шатастырып алған онда жалпы өзі кәдімгі көзіне қарай беру керек иә сәжде тұратын сәжде тұрып қағбаға қарамай әдептен бұл әдеп бойынша бірақ қарап оқыса қарап оқыса да болады проблема жоқ намаз дұрыс болып есептелінеді бәрі дұрыс болып есептелінеді енді мынау кеше данияр ұстазымыз қазір хит болып отыр ғой сол кісінде бір сұхбатқа шақырсам деп отырмын алла иә сол шақырып негізі өзіне сұрап алғандар дұрыс еді ғой қазір жақты конфликт ол кісіден сұраймыз құдай қаласа иә иншалла ол кісі анау гидтардың ақша алу мәселесін қозғаған екен ақы алу мәселесі туралы так иә бұл қалай болады мысалы мен енді кішкене өзім айтып жіберейін біз бір кеткенде 3 айға кетеміз да ақы алмайды деген негізі ақы сұрамаймыз біздер анау бәдәл қажылық істеп бер бәдәл дейді ғой сол кезінде ақы сұралмайды бірақ қажылардың өздерін беретіні рас мысалы құр болмасын деп ше нұреке енді былай қарастыру керек бұл жерде дәкең жалпы бүкіл құлшылықты айтқан жоқ қой деймін бұл жерде бұл қажылық пен умраны бөлу керек деп отыр қажылық бәдәл деген бар иә керісінше қажылық бәдәлді ана сенен менің орныма істеп берші дегеннің соның ақшасын істеп келмейтін болсаң онда ол оған болып есептелмейді керісінше сен оның ақшасын жұмсауың керексің ол бар иә бұл жерде умра бәдәл деген айтып отыр умра бәдәл қайтты ғой сол иә енді қаншалықты умра бәдәл бұл қажылық бәдәлдің үкімінде умра бәдәл мысалы мына құран деген бар иә құран оқып береміз ғой не болмаса мысалы ораза ұстаймыз ғой ораза ұстап сен бір туысқаныңа сауабын жібере аласың ба қайтыс болған жібере аласың я раббым мына сауабын ал деп енді сен оразаны ақша үшін істейтін болсаң
сен бір жібере аласың ба сауап? Жібере алмайсың. Өйткені сен ақысын осы дүниеде алып тұрсың да, сауап деген жоқ сенде. Енді бұл Құран сияқты ғой. Құран сөзге ақшаны жинамасаң, сен тұрып Құран оқып беремін деп ақша жинамасаң, ақша үшін сенде сауап жоқ жіберетін. Сен ақша үшін оқып тұрсың конкретно деген әңгіме шығады да. Енді умра ол бәдәл. Қажылыққа қарай қияс қыламыз ба, әлде Құран оқуға қарай қияс қыламыз ба? Егер қажылыққа қияс қылатын болсақ, онда ол қажылыққа қалай ақша беру рұқсат болатын болса, умраға да ақша беру рұқсат болып кетеді. Егер Құранға не болса жаңағы құлшылыққа қияс қылатын болсақ, сауапты арнау ше, онда оған ақша берілмеу керек наоборот. Енді осы кезде көптеген ғалымдарымыз айтады, негізі умра бұл бәдәл сияқты, қажылық сияқты бәдәл жүрмейді ода дейді. Сондықтан да сен ол жерде умра жасаған кезде сен сауабын жолдайсың, сен ол кісі үшін умра жасап жатқан жоқсың. А қажылықта сен ол кісі үшін қажылық жасап беріп жатсың да, ол қажылық одан түседі. Негізі әңгіме осы да. Енді сәл-пәл не болып қалған шығар енді, бірақ ақиқат осында. Ол Данияр не айтып тұрғанын біліп тұр ол. Данияр ол түсініп тұр, бірақ қараңыз, мысалы мен кеше бір жігіт хабарласып жатыр енді осы подкастыңызда сұраңызшы. Мысалы ол бір барғанда 3 ай барады да, сөйтеді да, әркім істеп берші дейді оған. Ол енді өзі гид болса, бір группаны 10 күн алып жүретін болса, бірінші оның умрасын жасатады, ертең Айша анамызға ол бәдәлін көрсетіп келеді. Одан кейін енді қажылар менің мына атама істеп беріп, анау сізге мынаған, сөйтіп ол мен ақы қойып тастадым, олар маған айтпас үшін дейді. Жаңағы кісі айтып жатқан Данияр ұстадың негізінде ақиқатты айтып тұр. $100 дегені ше, $100 ставка қойып тастаған балдар бар. Маған қайта-қайта айтпасын деп. Енді ал сол енді мейлі сонда да береміз деп істетсе, онда бармасын. Бармайды, иә. Сауап бармайды. Ақшасын алмасын. Алмасын. Беріп жатса, алмай кетсе, болады сауап, барады. Бесплатно істе. Сауап қашан болады? Тегін істесе. Тегінде. Онда ол одан кейін ол, мысалы, мен барып кеш істеп берсеңіз де, ол мен үшін умра істетпеген болмайды. Ол өзі умра істейді да, соның сауабын құр бағыштайды. Ал қажылықта ол кәдімгідей менің қажылығым жасап берді, ол менің қажылығым да ол. Ол бөлек әңгіме. Ол басқа әңгіме. В общем, бәдәлді сәл-пәл кішкене ол жерде бір нелер бар сол. Ол кісіден сұраймыз енді. Енді мына Шәкәрім туралы сұрамасақ болмайды енді. Сіз Шәкәрім танушысыз, бұл кісінің қажылығын, оның баласы Ахат қажы, Ахат қажы дейді ғой. Мен Шәкәрімді анық білемін, қажы екенін. Енді мен осыны айтып берші. Шәкәрімнің қажылығы өте, бұл негізі Шәкәрімнің өміріндегі жарияланбаған нәрсе, шын айтып. Иә, Шәкәрімнің өміріндегі былайша айтқанда бір кілттік оқиғалардың бірі ғой. Мына основной басты рөлдегі. Айтпағым, Шәкәрім қажылыққа баратын алды күйзеліске кіреді дейді. Абай қайтыс болады. Тағы бір несі, сонда бірнеше адам қайтыс болды, неге күйзеліске кіреді. Сөйтіп отырған кезде Әлихан Бөкейханов бір келгені бар дейді сөйлесуге. Шәке, анау деп. Сөйлесіп болғаннан кейін, кеткеннен Шәкәрім күйзелісте жүргеннен кейін бір күні туысқандарын бәрін жинап бүйтіп айтады дейді. Баяғыда ағам Абай айтқан еді. Шәкәрімді мен қажылыққа жіберіп тұрып оқытпасам остан деп айтқан еді. Енді Абайдың ойы қайтыс болғанда қынжылып тұр ғой. Мен Абайдың айтқанын істеп келуім керек деп. Ана бір істеуім керек деп тұр ғой, короче. Сөйтіп 1904 жылы шығып кетеді ол. 1904. Иә. 1905-те қайтып келеді. Архивта загранпаспорт берілген документі бар. Бар, мен неде көрсеткем. Сол кезде батыс Сібір несі темір жол бар ғой, білесіңдер ма? Москвадан, тарихта оқып бердіңдер, Москвадан Қазақстанға келіп темір жол кірді ғой. Сол как раз ашылды да, прямой адамдар Москваға отырып алатын болды, Қазақстан жеріне ше. Шәкәрім соған кірді да, Москвадан түсті, Москвадан кішкене бір 2 күн жүрді да, одан кейін через Татарстан, Турциядан қайыққа отырып Александрия Қызыл теңіз арқылы неге өтеді? Жиддаға өтеді. Сол Жиддан гидде өтеді, сөйтіп ол қажылығын өтейді. Қажылығын өтегенде мынандай нәрсе бар. Атамның тақиясына барайын дедім, бейт Құнанбайдың еді. Барып едім, полный болып тұр екен деді. Енді қажылықта жүр ғой, біреуді ренжітуге болмайды ғой. Енді біреуді ренжітіп атам ба, шық менің атамдікі деп, сөйтіп барып өзім қонақ үйде жата салдым дейді басқа. Сөйтіп ол сол кезде айтады, сол тақия дейді,
менің атамның атынан алынып басқа біреудің атына жазылып тұр екен, соны мен ертеңінде документтерді алып барып ана меккенің администрациясына барайын деп жатыр едім. Аяқ астынан менің группам гид қой, ол кезде гидпен кетіп қалсам болмайды да. Гидтер ғой, гидтерге кірсе кеттік, қайтамыз, қайту керек дегеннен кейін тұрып шығып кеттік бәріміз. Бірақ сол бара жатқанда, қайтып келе жатқанда бұл Стамбулда біраз жатады, кейде 13 күн дейді, біреулер бір ай дейді. Ілімнің бәрін жинап келеді былайша айтқанда. Бәрін іліммен өзі заки кісі болған ғой. Сөйтіп қажылықтан келгеннен кейін, қажылықтан кейінгі өмірі бұның діни өмір болады да. 1911 жылы мұсылмандық кітабы деген еңбек шығарады, ғылым хал, ақида мен фиққа қатысты. Одан кейін шежіре деген кітап, сонда кітаптар шығарып бастайды. Қажылығы сол. Енді бірақ мен саған одан да бір қызық айтып берейін бе дүнием. Негізі қажылық бекер емес қой шариғатта. Нұреке, енді былай қарасаң, адамдардың бәрі не, усул фиқ ғалымдар айтады, қажылық не үшін дейді? Қажылық оразаға жеңіл кіру үшін дейді. Ораза не үшін дегенде, ораза ол өзіңнің нәпсін сындырып, қалтыңнан ақша шығара алуың үшін дейді. Зачем ол дегенде, өйткені зекет беруге дейді. Зекет не үшін береміз дегенде, Алла Тағала саған күнде ризық беріп жатыр ма, тамақ, соның қайырымы ретінде дейді. Ал намаз ше дегенде, намаз саған күнде денсаулық беріп жатыр Алла, соның қайырымы ретінде дейді. Ал енді біз қажылықтан бастадық қой. Қажылық қалай ол оразаға жеңіл кіргізеді десе, қажылық адамды қуатты қылады, құлшылыққа кіргізуге дейді. Қандай қатысы бар қажылықпен қуатты болу деген дейді. Сол кезде Ибн Малик дегеніміз және басқа да усул ғалымдар айтады. Өйткені адам дейді, қажылыққа шыққан кезде өзінің сүйетін, жақсы көретін адамдардың бәрін, отанын да бәрін тастап кетеді дейді. Кімде-кім өзінің сүйген нәрселерінен алысқа кететін болса, ол қуатты болады дейді. Кімде-кім ғашық болатын болса, ол әлсіз, кімде-кім ғашығы болмайтын болса, ол қуатты дейді. Ана білесің ба, біраз жерде айтып отырмын, ана орысша қалай Нұреке? Влюбленный хищник уже не хищник деген білесің ба? Арыстан уже арыстан емес. Ол уже жақсы көріп қалса, ол арыстан емес та ол уже. Сондықтан жақсы көру әлсіздік қой негізі. Ал кімде-кім жақсы көрген нәрселердің бәрін, отанын бәрін тастап кететін болса, сапарда ол қуатты болады. Жақсы көретін ешкім жоқ та, уже құлшылыққа жеңіл кіре беретін болады дейді. Қажылықтың пайдасы сол дейді. Енді бірақ бұл жерде мынандай әңгіме. Негізі патша өкіметі бар ғой, қазақтарда біз анау Екатеринаның кезінде неге кіргенбіз? Патшаның қол астына кіргенбіз. Хандарымыз кірген. Қытайдан нету үшін. Соның бірақ кіргенмен де документально. По факту басқара алмайды да патша үкіметі. Әмірлерін жүргізе алмай жатыр бізге. Неге дегенде біз көшпелі қазақпыз ғой. Пока ана Москвадан әмір келіп бәріне демізде біз көшіп кетеміз ана. Коммуникация жоқ қой. Ана қыстаққа келеміз дегенде уже біз жаздықта жүреміз да. Көшіп жүрген халыққа қиын болатын да. Ана патша үкіметін басқарып алу ше. Патша үкімет басқара алмады. Сол кезде көптеген бағдарламалар ұсынды. Қалай қазақтарды басқара аламыз деген. Сол кездегі бір идеялардың бірі қазақтарды дінінен алыстату деген болды. Кейін осы бағдарламаны жүргіземіз деп, қазақтарға дін атеистерді кіргіземіз деп, быт-шыт болып, Қазақстан, Түркістан жақта қазақтар көтеріліс болып, ол идеяларынан қайтқан патша үкіметі. Соң кейінгі келген басшылар осындай бағдарламамен келді. Жоқ, бұларды діннен тиіп тастамайық, бұлардың діндерін өзгертейік деген. Кішкене светский бір андай болады ғой. Модный сондай. Жастар шығып жатқандарды қолдайық деген жаңаша идеямен. Сөйтіп бұрынғы дәстүрлі дінді бұзайық деген ғой, короче. И сол бағдарламаның ішінде Жаке, Нұреке, мынандай не тұр да, пункт тұр. Қажылыққа бармайсыңдар деп тыймайық деген. Қажылыққа бару процесін қиындатайық деген. В общем, футболить етейік деген ғой, справкадан. Анан жина. Адам ығыры шығып барғысы келмейтініне қалайық деген ғой, короче. Тиіп тастасақ көтеріледі олар дейді. Тыймайық дейді. Просто көбейтейік деген ғой. То есть бұл жерде Нұреке қарасаң, қажылық қандай рөл ойнап тұр да? Патша үкіметі қазақтығы сақталу мақсатында, діні сақталса, қазақ сақталып тұр ғой негізі. Соны әлсіздендіру үшін қажылыққа есік жабу керек болып тұр ғой. Өйткені қажылық дегеніміз сондай бір мекен болып тұр, ана жаққа барады екен адам. Мені иманды толтырады екен де қайтып келген кезде қазағым деп ұрып тұрады екен ғой, короче.
негізі қажылық деген сам по себе үлкен күш несі бар екен да оның. Сондықтан да мен бүгінгі таңда енді сен қажылығыңа жеткілікті нәрсе айтқан шығармын негізі. Бірақ иә, қажылықтың бекерден бекер 5 фарыздың біреуі кіруі бекер емес қой. Қанша фарыз кірмей қалған ғой бесеудің ішіне. Әке шешені сыйлау фарыз ба? Ол бесеуінің ішінде жоқ ол. Тағы не көп қой фарыз дегеніміз. Бірақ бесеу ақта оның ішінде қажылық тұр да. Ол важно ол. Қажылық важно ол. Сондықтан да иә, шариғаттағы усул фиқ ғалымдарының сөзі осылай. Құрметті қажылар, қажылыққа қайта барыңыздар. Иә. Ұстазымызбен бірге 2023-те мен кетіп болғам. Бірақ ұстаздардың өзін уағыз айтқызып білімін ағамыз. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Біз де сіздерден не алдық қой, иә. Алла разы болсын. Мен мынау уақытымыз болыпты, тура 1 сағат болыпты. Ұстазымда қорытындылап жіберейік. Иә. Осы нанымдардан жаңа атеист болсын, басқа болсын, жастарды қалай қорғаймыз? Осымен бітірсек. Білім. Мен жаңа айтып отырмын ғой. Әркім өзінің сенімін, ақиқатын біліммен білсін. Негізі дұрыс. Қорытындылайық десеңші. Банау кімдерде алаштықтарда кейде қайтасың, атеистерде қолданады. Алаштықтар негізі дінге қайшы болған, анау кейбір молдаларды жамандаған сөздер келеді ғой, білесің ба? Не үшін нұреке? Шәкәрімде де бар. Иә, шәкәрімде. Ол білесің ба не үшін? Ол мұсылман болмай қалды деген сөз үшін емес. Ол надан молдаларды сынға алғанда білімсіз да. Сендер ертең қалай жауап бересіңдер деген да. Соны бүгін таңда бізде шақыруымыз керек та негізі. Ілім алыңыздар. Бұл дін деген важный нәрсе. Одан кейін тарих оқу керек, тағы да басқа нәрселер оқу керек. Халил Досмұхамедов қойын, по-моему. Сол айтатыны бар негізі. Или Міржақып Дулат па. Итті дейді, айнаға қаратып қойсаң, ит айнаға қарап үреді дейді, аф дейді. Неге деген кезде, ана ит айнаға қарап өзі екенін біліп тұрған жоқ қой дейді. Ақылсыз. Ал адамды дейді, айнаға алып келсең не істейді дейді, үстін жүреді дейді. Енді неге деген кезде енді адам өзін танып тұр ғой дейді. Демек тарих важно дейді. Неге? Өйткені өзіңді танисың сен тарихтан дейді. Сен тарихты оқу керек адам дейді. Сондықтан да мен қазіргі өзім ұстатын жастарға қандай не айтсың ғой? Біріншіден ақылмен дінді қабылдау, дұрыстап бекітіп алу. Екіншіден алаш зиялыларды бар ғой, көп оқу. Кеңес беретін еді негізі. Дін деген соларда жатыр негізі. Алла разы болсын. Арнамызға не айтасыз? Біздің арнамыз қажылық туралы. Сіз 10-шы қонағымызсыз. Тілегіңізді айтсаңыз. 10-шы дегеніміз бұл юбилейный ғой. Таза ғой, сол үшін сізді шақырып отырмыз. Алла разы болсын. Осылай шақырып нетіп жатқандарыңызға негізі енді бағдарламаға табыс тілеймін. Өткенде келіп жатқан қонақтарды көріп жүріп қой шеттен негізі. Шақырып жүрген қонақтардың бәрі өз ұстаздар. Бізде анандай неміз бар, жай адам шақырмаймыз деген. Иә, сол көрініп тұр. Қағидаларыңыз прям іске асатқаны көрініп тұр ғой. Шақырып жатқандарыңыз бәрі оңай кісілер емес. Әркім өзі ел ағалары бар ішінде деген сияқты. Алла разы болсын негізі. Сондайлардың қатарына кіріп біз осы жерде білсе айта алғанымыз бізге шарапат. Өте пайдалы болды. Мен анау жаңағы қажылықта жүрміз ғой, бағыттау не дегенді өзіміз қанша 3 жыл жүрсек те енді бір ерекше болып жатыр. Оның үстіне шәкәрімнің де қажылығын тыңдадық. Шәкәрім қажы ғой негізі. Алла разы болсын. Сіздерге де Алла табыс тілеймін иншалла. Құрметті көрермендер, мынандай керемет сұхбатқа пікірлеріңізді жазбау, löpілдеріңізді баспау мүмкін емес деп ойлаймын. Ұстазымызға табыс тілейміз. Жүзіңізді Алла тағала нұрландыра берсін. Осы еліміздегі теріс ағымдармен әрбір қазағымыз сіз сияқты атсалыса берсін. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.